Каждую весну здесь ждали не тепло, воду. Деревню Татарская Танаева подтапливала из года в год, десятки домов оказывались в воде. Люди считали убытки, а страховые не всегда справлялись с реальностью. Мебель, полы, погреба – все уходило под воду. Перелом случился в 2023 году. По федеральной программе здесь построили дамбу. Проект стоимостью 90 миллионов рублей, реализованный при участии главы Зеленодольского муниципального района Михаила Павловича Афанасьева и поддержки Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Миниханова. С тех пор весна в Танаево – это уже не тревога. Третий год подряд жители встречают ее спокойно. Как это изменило жизнь села, в нашем репортаже. Su elbette kubrek bulduk anıksın. Ve suşundan gelip, bana kuşu cıplara falan tağın bizden tağın 100 metre dalçırak tuğlatırgan iyi. Bir yıl sıcılını biz kütken eginde elbette bir katı su bulur deyip katamıştı. Korda bir katı kub buldu bitinde. Bana жаңғырда da жауды қазір. Yani aslında suda kub buldu elbette. Eğer de bu водозащитный дамба болмаса біздің еймі. Қазір бізді караул қышытқан болар ей, наверное. Дагестандан ішек бетінде қазір. Дагестан болмаса, конечно, барбір да су бек қаты көп болған болар еді. Алла рахмат жаусын, біздің міне главабыз Афанасьев, Михаил Афанасьевқа бек зор рахмат. Шушы дамбаны түзген шағында ол көз алдында тұтты. Қар уақытта да текшіріп тұрды. Алар неше кішілер, үш баршыларын текшіріп тұрды. Ондан соң біздің міне Ауылсауыды председателіміз Фанис Фаритович Табик болышты. Анлар міне біздің сіз міне журналистар да біздің үшін текшіріп тұрдығыз. Қар уақытта келіп, мұнда нешек біздің обстановка жоларын бүтін соң қарап тұрдығыз. Алла рахмат жауса, міне қазір біздің де язғы ташу болыр алдынан жыл сайын бек қорқат тұрған ек. Ілкі кісі жылларда сіз қамамызда берге келер ел бетінде ташу болған уақытта. Хаманда қатырлысыздар бәлке еланеріне. Міне бетінде шушыннан бұла тұрған есу біздің. Міне шушыннан бұла тұрған есу. Даже балыпны итік білен келген шағында да міне шулай көтеріп тұрған керек. Иначе балтырынан су кіре тұрған ек шулар. Шуы қадар бұла тұрған ек. Әлі қатырдасақ бір кезінде көтеріп та кірдік бет. Біздің бетінде зона бек қатып подтапляемый. Су баса тұрған зона. Ең бірінші бассейні біз қаршы алабыз. Бүтін Чувашия, Кайвицкий район мұнда келіп тіплене. Шуңа көре біздің урамнарға су кірмеше қалмейді өткен елларда. Алдағы елларда деп етесім келеді. Алланың рахматы білем программаға ләктік. Ең бірінші бек зор рахмат айтасым келем біздің район баштығызға Михаил Павлович Афанасьевқа шушы программаға біздің кіртіп, Танай халқын шындай бәледен құтқарғаны үшін 3 жыл елек бұдан бұ тізілді. Ләкин өткен ел қар болмау сәбәбі біз мұны текшіріп қарай алмадық. Но биылғы сыйылын өзіңіз көресіз, қарда көп, суда көп, біз дамбыны бүтін яқтан текшіру бара деп айтасым келеді. Минут сайын біз Гойчиевқа докладывать етіп тұрамыз аның состояниесі бойынша. Су бек қаты көп көтерілді, бүгінгісі күнде үшінші күнде критический нормада тұрады, 5,5 бұл уақытта енді біздің ауылда яқшығына үйлеріне су басадыр. Бүгінгісі күнде біздің яшәүшілер біз халқымыз деп айтасым келеді тыныш, чөнки оларның үйлеріне су кірмей.